Құрметті оқырман, қош келдіңіздер менің каналыма. Менің каналыма кіріп, подписка бөліміне тіркеліп, лайк басып, комментария жазуларды ұмытпаңыздар. Осыдан 2 жыл бұрын күйеуім жол апатынан қайтыс болып, 2 баламды жетектеп Төркінге көшіп келдім. Күйеуім екеуміз бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Сыртымыздан қараған адамдар бізге қызыға да қызғана қарайтын. Екеуміз ауылдың махаббат дастанына айналдық. Бірақ менің бақытты күндерім ұзаққа созылмады. Тағдырымның жазғаны осы болар. Амал нешік. Төркініме келдім деп қуана да алмадым. Себебі үйде анаммен бірге үлке ағам өзінің отбасымен бірге тұратын. Олардың өздерінің 5 балаласы бар. Оған менің 2 баламмен қосылдым. Бәрі де бір үйдің еркесі. Мен серкесі. Үйде күнде айқай-шу басталды. Балалар ойнап жүріп бір-бірімен төбелесіп қала беретін. Ал жеңгем болса олардың ортасына түсіп, екеуміз ренжісіп қала беретін болдық. Анам менің сөзімді сөйлеп жеңгеме ренжісіп қала беретін еді. Сөйтіп жүргенде Астанада жұмыс жасайтын сіңлім үйге еңбек демалысына шығып келді. Біздің жағдайымыздың шет жағасына ол да байқап қалды. Содан сіңлім маған мұнда не бітіресің? Одан да Астанаға жүр. Сол жақта жұмыс жаса, ешкімге масыл болмай өз күніңді өзің көр. Мен саған көмектесемін. Балаларың да сол жаққа мектепке орналастырамыз деп айтты. Анам, сіңлім үшеуміз ақылдаса отырып, мен сіңліммен бірге әсем қала Астанаға кететін болып шештім. Балаларымның мектепке баратын құжаттарын дайындап, мен де сіңліммен бірге жолға шықтым. Астанаға барысымен сіңлім таныстармен сөйлесіп, мені бір фирмаға есепші етіп жұмысқа орналастырды. Мен балалармен бірге сіңлімнің үйінде тұрып жаттым. Үйдің маңында мектептің бірінде балаларымды орналастырдым. Ауылдағы күнделікті кикілжіңнен құтылып, мамыржай өмір сүре бастадық. Күндеріміз қызыққа толы өтіп жатты. Біз төртеуміз бақытты едік. Сіңілім сөз арасында жігіттің бір жылға шетелге кеткенін айтып жүрді. Алғашқыда мен оған көп мән бермейтінмін. Оның сөзінен, жүзінен бал-бұл жанған бақыттың көріп, қызға қарайтынмын. Алладан сіңілімнің бақытты, баянды болуын тілейтінмін. Уақыт деген зымырап өте шығады екен. Көзді ашып жұмғанша бір жылда өте шықты. Бір күні үйге жұмыстан келсем, үйге бір ер адамның аяқ киімі тұр. Алғашында туысымыз келген болар деп ойладым. Есіктен кіріп келсем, төрде ұзын бойлы, алып денелі, қыр мұрынды, қара торы жігіт келген. Ол жігіттің сұлулығына ұзақ қарап тұрсам керек. Бір қарағанда менің бұрынғы күйеуіме ұқсап кетеді екен. Тура бір көз алдымда жолдасым қайта тіріліп келгендей денен дірілдеп, қалшиып тұрып та қалдым. Сіңлім қасыма келіп, әпкетай, танысып қой, бұл сенің болашақ күйеу балаң деді. Ол сөзді естігенде төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Себебі мен оның сіңлімнің жігіті болғанын қаламадым. Отырып бірақ шай ішіп сөйлестік. Ол сіңліме үлкен сүйіншілікпен қарайды. Екеуі болашаққа үлкен жоспарда құрып қойған екен. Сіңлім маған өзінің қуанышын айтып, мәз-мейрам. Сіңлімнің жігіті алыс сапардан бәрімізге де сыйлық алып келіпті. Балаларым оған қуанып жүр. Олардың күлкісіне көріп мен де қуанып қалдым. Сол күннен бастап менің ойымнан сіңлімнің жігіті кетпей қойды. Жұмыста отырсам да соны ойлаймын. Үйге қарай асығамын. Үйге ол келіп мені күтіп отырғандай болады. Ол бізді киноға барды. Әсем қала Астанада да аралатты. Күнде кешкісін сіңлімді жұмыстан және менің балаларымды мектептен алып қайтады. Олар мені де келіп алып кететін болды. Мен соған кәдімгідей үйленіп қалдым. Мен оны сіңлімнен қатты қызғана бастадым. Өзімді әзер дегенде ұстаймын. Ол сіңлімнің қасына жақындап, күліп әңгіме айтқанын көргенде өзімді қоярға жер таппай кетемін. Әлде сіңлімнің барлық шындықты айтсам бекен? Шындықты айтып жеңілдеп қалар ма екем? Шындықты сіңліме айтсам, ол мені түсінер ме екен? Сіңліме айтқанымен де ол маған келмейтіні белгілі. Сіңлімнің жігіті мен оған деген сезімімді біледі. Білсе де білмегенде кейіп танытады. Ал сіңлім болса одан мүлдем бейхабар.
Қазіргі таңда осы бір оймен арпаласып, балаларыма деген қарауға шамам келмей кетті. Мен де әйелмін, мен де бақытты болғым келеді. Ақыл қосыңыздаршы, оқырман қауым.